Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен Жібек. Бүгін мен сіздерге шоколадты бананды торттың рецептін ұсынатын боламын. Осындай өте дәмді әрі керемет болып шығады. Міндетті түрде видеодағыдай керемет болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін және де анық қарауларыңыз қажет. Бұған бізге қазір бисквитке қажет заттар: жұмыртқа, қопсытқыш какао ұн және де қант қажет болады. Бұл бізде бисквитке қажетті заттар. Ең алдымен біз қазір осы 6 жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Бізде бұл 6 жұмыртқа бөлме температурасында тұрған жұмыртқалар. Яғни бізге бисквитке қажет заттардың барлығы бөлме температурасында тұруы қажет. Енді дәл осы біз қазір ыдысымызға 6 жұмыртқаны саламыз. Мен қазір жұмыртқа салған кезде менің өзімнің сіңілім көмектескен болатын маған жұмыртқа салуда. Енді осы жұмыртқаға қантымызды қосамыз. Қанты қосып болған соң, енді менде қазір миксер, осы миксермен осы жұмыртқаны ағарғанша, көпіргенше миксерлейтін боламын. Яғни миксердің жылдамдығын әрбір минут сайын көбейте отырып миксерлейміз, және де осы менде 5 жылдамдықты миксер осы 5-ші жылдамдыққа дейін апарып, одан кейін дәл осы жұмыртқа осылай үлкен болып ағарып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Міне видеода қандай болып көрініп тұр, дәл осылай миксерленуі қажет. Кәдімгідей ыдыстың бетіне дейін көпіріп миксерленді. Толығымен біз енді миксерлеп болдық. Миксерді енді қазір бөлек ала тұрамыз. Қазір ол бізге енді қажет емес. Менде қазір осындай сита. Осы ситамызға біз ұнды електен өткізетін боламыз. Ұнды електен өткізбестен алдын ұнға какао ұнтағын қосамыз. Егер де дәл осы какао ұнтағы ашық болса, біз 3 ас қасық, егер де ол сәл темнылау болса, оған 2 ас қасық қосатын боламыз. Енді осылай ұнға какао ұнтағын және де оның үстінен 1 шай қасық толы қопсытқышымызды қосамыз. Яғни разрыхлительді қосатын боламыз. Енді осыларды біз қазір бір араластырып жібереміз. Мен ситадан өткізетін болған соң араластырудың қажеті жоқ болды. Сол себептен бірден ситамен өткізіп жасап кете бердім. Және де бұны біз қосатын кезде, дәл осыны қосатын кезде біз 2-3 бөлікке бөліп қосуымыз қажет. Сол кезде қамырымыз биік болып көтерілетін болады, және де арасы толығымен пісіп, бисквитіміз жақсы болып шығады. Енді мен дәл қазір бірінші бөлігін қостым. Енді менде осындай силиконды күрекшемен шетінен бастап араластыратын боламыз. Ортасына қатты көп бара бермейміз, өйткені дәл осы біздің миксерлеген жұмыртқаларымыз түсіп кетіп, бисквитіміз өте төмен болып қалуы мүмкін. Енді менде қазір қамырды толығымен араластырып болдым. Ұнды қосып, менде қазір табаның астына мен осындай пергамент қағазын төседім. Негізінен пергамент қағаз емес, фольга төсеу керек болған. Бірақ менде фольга болмағандықтан пергамент қағазын төсей салдым. Бірақ негізінен сіздер фольга төсеңіздер. Бірақ пергамент қағазда болады, бірақ негізінен фольгамен жанына ешқандай қамыр ақып кетпейді, біркелкі болып шығады да, сол себептен айтып тұрмын. Енді біз қазір қамырдың жарты бөлігін салатын боламыз, ал жарты бөлігін алып қаламыз. Яғни қазір біз жарты бөлігін пісіреміз, одан кейін қалған жарты бөлігін пісіретін боламыз. Оған дейін біз қамырды бөлек алып қоямыз. Енді қамырымызды біз салып болған соң, енді осыны алып, осылай түзелеп тұрып тегістейтін боламыз. Қамырымызды саламыз. Яғни түзелеп тегістеп шығамыз. Енді бұның ішінде негізінен ауасы болады, қамырдың ішінде. Осы ауасын шығару үшін біз бұны аламыз да, біраз біз сілкуіміз қажет. Солай жасайтын боламыз. Біз қазір енді бұны алып, біраз сілкейміз. Сол кезде сілкеген кезде бұның ішіндегі ауасының барлығы сыртқа қарай шығып кетеді. Одан кейін бұл арасы қуыстанбай, бисквитіміз мінсіз болып шығады. Енді дәл осы бисквитті біз 170 немесе 180 градуста қысып тұрған пеште шамамен 30 минуттай уақыт пісіретін боламыз. Немесе 30 минутқа жетпесте уақыт. Әркімнің пеш әртүрлі, сол себептен әртүрлі уақытта піседі. Міндетті түрде қысып тұрған пешке саламыз. Енді бізде бисквитіміз пісті. Бұл біріңізде қазір бұл бірінші бөлігі піскен болатын. Бұның толығымен піскен бөлігі үшін осылай ағаш таяқша салып көргендегідей, егер де ағаш таяқша құрғақ болып шықса, бисквит толығымен пісті деген сөз. Енді қазір бисквитті осы формамыздан босатамыз. Қараңыздар, бисквит өте күшті болып пісіп шықты, арасы толығымен пісті. Осындай болып шығады.
Енді қазір біз келесі бөлікті алып табамызға салатын боламыз. Яғни келесі бөлік қамырды қазір табамызға саламыз. Дәл сол таба, дәл сол форма. Тек қана осыған қазір біз қамырымызды құятын боламыз. Одан кейін бұны да дәл сол 170-180 градуста қызып тұрған пеште салатын боламыз. Сол кезде бұл да біркелкі болып шығады. Және бұны бізде сілкуді ұмытпаймыз. Сол кезде ішіндегі ауасын барлығы шығып кетеді. Енді қазір бисквит піскенше біз крем дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға біз құрғақ заттарымызды саламыз. Ол какао, және кукуруз крахмалы, одан кейін қант, және де ұнымызды қосамыз. Енді осы құрғақ ингредиенттердің барлығын араластырып аламыз. Оған бір жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқа қосып болған соң жұмыртқаның үстінен біз енді сүтімізді құйып жібереміз. Сүттің температурасы менде қазір салқын сүт болды. Бірақ бөлме температурасындағы сүтті қоссаңыздар да болады. Олардың барлығы өз қалаларыңызша, бұл бізде маңызды рөл ойнамайды. Ең бастысы біз қазір осыны жақсылап араластырып болған соң енді газдың асын жағып, газдың асы орташада тұрады. Жақсылап араластырамыз. Сол кезде осылай қою крем дайын болып шығады. Үздіксіз араластырып тұрамыз. Сол кезде осындай болып шығады. Және де арасы түйінтек болып шықпауы қажет. Енді оған біз қазір 2 ас қасық сары майымызды қосып жібереміз. Және де біз енді шоколад қосамыз. Менде қазір бұл менде капля шоколады. Бұның орнына Қазақстан шоколадын қоссаңыздар болады. Кез келген осындай тек қана қарадан келген шоколадты қолдануларыңыз қажет. Енді бұның арасында бізде андай түйіршіктері яғни түйіршіктер қалмай біркелкі болып шығу үшін миксермен миксерлеп жібереміз. Менде қазір бұл миксердің насадкасы басқаша насадка. Бұл менде андай бір қамыр илейтін сондай бір насадка, бір тесталарды дайындайтын насадка болғандықтан мен осыны қолдана салдым. Бірақ басқаша андай жұмыртқаны миксерлейтін насадканы да қолдансаңыздар болады. Енді менде бисквит пісті. Бисквитті мен 3 корждарға бөлген болатынмын. Міне осындай болып шығады. Менде мына жерде қазір банан. Мен бананды өзіме қажет ретінде қылып ұзынша етіп осылай кесіп алған болатынмын. Енді осы бисквитті негізінен бұны пропитываться етсе де болады, бірақ мен олай жасамадым. Енді оған біз бисквит және де крем, одан кейін начинкасын саламыз, яғни бананды ретімен орналастырып шығамыз. Дәл солай қайталай беретін боламыз. Бисквит, крем, яғни бізде бұл шоколадты крем, одан кейін бананымызды қоямыз, дәл солай қайталап жасап кете беретін боламыз. Солай біз тортымызды жинайтын боламыз. Біз тортты толығымен тегістеп, жинап жасап болдық. Енді тортты біз қазір холодильникқа шамамен бір 5-6 немесе 4-5 сағатқа салып қоямыз, немесе бір түнге салып қойсаңыздар да болады. Осы кезде толығымен дәмді әрі керемет болып шығады. Тортымыз дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған Шебек.